Қазақстанда мен кіріп уағыз айтпаған, жастармен кездеспеген түрме қалмады, түрме. Түрменің бәріне кірдім. Соның жеке-жеке қабылдаймын бәрін, уақытымды бөліп. Сен не үшін сотталдың? Сен не үшін сотталдың? Біздің қазақтың сотталатын статьясы үшеу-ақ. Үшеу ғана. Біріншісі, мені боқтады шешемнен, содан кейін ашуландым, пышақ шығардым да соқтым. Ол өлді бе десем, өлді дейді. Сен ше 18 жылға сотталдың. Әй ақымақ-ау, сені біреу боқтағанда сабыр қылып, өзің шешеңді өзің боқтап алсаң, тұрып кетіп қалсаң, білмедім ғой дейді. Мен ойладым, ұрсам жеңгенім болады деп. Жоқ. Сол кезде түрменің ең мықты жаңағы воры дейді ғой, мені шақырып, сіз жастармен кездесесіз бе дейді. Иә дедім. Менен өсиет айтыңызшы дейді. Мен атымнан дейді. Не десем? Мына жерге келмесінші дейді, түрмеге дейді. Мен де ойлағам дейді, осы жерге келсем күшті болам дейді. Бұл жерден тірі шықпаймын енді дейді. Ең болмаса біздің жастар, қазақтар осы жерге келмесінші дейді. Міне. Біздің жастар бар, түрмеге барсаң дейді, наколка бейт жүретіндер де ойлайды. Заңмен ойнауға болмайды. Өкпеңді езіп, туберкулез болып шықсаң жақсы, туберкулезі өлген жаназасын талайын шығарып жүрміз. Айналайын, тыныс жүрсең, тоғы жүресің, айналып көп жүресің деп атаң қазақ қайырып қойған.